Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова. Чалышам вешімдікі да қаға бойлем үлімат. COVID-19 хасталарының сайысы не қадарға артты? Карантинден соң курортқа Қырым елбасшысы насыл илан сеслендірді. Ул ватан жынғы штрафшілерінің яшайшы қында туғанларым арасында қараман бар деген лепқалардан бұрысы. Карантин низамында ішкі қасабасының яшайшы. Қырымда желек насыл жейла. Қырымда коронавирус хасталарының сайысы арты енді қачада мұлды ве бұ вазиет бойынша насыл чәрелер бақыла. Жеваплар бұзым лепқамызда. Дауч Қырым сакеннің COVID-19 тестлері музбет чықты. Двое – это члены семьи в Раздолинском районе. Вот мужчина, который был госпитализирован, у которого было минимальное количество контактов. И одна девочка в Симферополе, значит, родители, отец приехал из Москвы. Соответственно, и вот завозной случай был. Роспотребнадзор идаресінде қайдеткенлеріне көре Ақшиқ районында хасталанған адамнен алақада болынған эпісі белгіленді. Векезлердегі хастаханеге ятқызылды. И второй случай – это у нас в городе Симферополе, тоже контактное лицо. Был определен круг контактных лиц, это 4 человека. Все находятся в обсерваторе, больной госпитализирован в условиях Симферопольской клинической городской больницы номер 7. По местам семейных очагов проведены все мероприятия, которые необходимы были и регламентируются нормативными актами. Қырымда сонки сутка деваманда 54 адам көзетілуге алынды, 84 адам көзетуден шығарылды. 165 инсан обсерваторларға ерлештірілді. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 2152 человека. Итого с нарастающим итогом с наблюдения сняты 2818 человек. Топлашувда Қырымлыларға девлет дестегі берілінуінің усуллары музакире етілді. Сергей Аксенов айтқанына көре, бұл чәрелерге 3 миллиард рублей айырылacak паралар гражданларға доғрудан доғру төленecek. Субсидирование процентных ставок, там все, что делаем с предпринимателями, все понятно. Но это отсрочки по факту. Поэтому сегодня должны быть элементы, так сказать, прямого денежного вливания в каждую семью. Значит, договорились. Рассматриваем. В субботу мы на штабе еще раз по мерам поддержки, Юрий Михайлович, дополнительно проходим. Средства, все вот договорились, 3 миллиарда рублей на 3 месяца. Енді бұлынған ер ақта, ялан мәлумат бергенлер үшін пара жазасы керсетіле. Бұл Қырымға мемлекетінің дегер регионларından келгенлерге айт. Поскольку, опять же, вся инфекция завозная, то есть получается, у нас основная группа риска – это люди, приехавшие из других субъектов Российской Федерации. То есть если мы их не будем контролировать, всех без исключения, не сможем обеспечить, то, соответственно, остановить быстро эпидемию тоже вряд ли получится. Бүгінгі күнде Қырымда 37 адам COVID-19 хасталығының қайдетілді. Олардың 14 кіші тедавиленіп, евге қайтарылды. Тефе Шукурова, Руслан Минаев, Миллет үшін. Бүгінгі күнде дүнияда 2 миллиондан зияде коронавирус хастасы бар. 500 bin инсан тедавиленіп болды. Чешіт мемлекетлер ясақ сыңырларына алып башлады. Кымда хасталықны еңіп болды. Насыл қыралықлар карантин режимінден чықалар. Бұ ақтан евбетте көлеп қамызда. Эким ве эмширелерінің элчерпмаларының коронавирус ғалыбы хастаханеден чықаралау Великобритания сакені Кони Титчин олды. Тедавиленің көрешінің қадын 3 hafta алып барды. Мен пек часлы инсаным. Оле ағыр қасталықны еніп олдым. Өз қорантамнен көрішімні сабырсызлықнен беклейім. Кони Титчин үшін бұл пек бұйық бақтыр. Чүнки Британияда төневін бұл хасталықтан 800 адам вефат еті. Оларының әксериеті бұйық яштаки инсанлар. Үкімет айтқанына көре COVID-19 хасталығы бір 7-ші қартлар евенде чыққа. Бүгін біздер үшін қиын күнлер. Чүнки коронавирус хасталығындан 10 бинге яқын адам вефат еткен мемлекетлерге яқынлашамыз. Френкистанда хасталарының сайысы кешкен күнлері 2500 binге қадар артты. Вефат еткенлерінің сайысы есе 17 binге етті. Алманияда 132 bin хаста бар, ләкин вефат еткенлер азлаша. Эпидемия, die von dem Coronavirus ausgeht, Мемлекетіміз кичік олса да, ғалебе қазанды. Кележек еке авто хасталарының сайысы аз жауылса, біздер карантин режимні яваштан лягу етіп башылармыз. Ләкин кележекте гигиена, месафе тұтмаға, бешареніз олған қадар евде отырмаға режа еті. Данияда Европа мемлекетлерінің вазиетіне бақанда хасталық дережесі ең күчік. 7 binге яқын хаста ве 300-ге яқын вефат еткенлер бар. Қыралық біріншілер сырасында ясақ әрекетлерінің қабул етті ве оларны бірінші оларақ лягу етіп башлайды. Түневін
бала бақчалары ве орта сыныфлар өз ішіне қайтты. Қалған талебелер оқывны майысыны онында башлай жақлар. Тижари меркез берберханелер, ресторанлар да қапалы олajak. Bizler sınırlı kararlarını yavaştan alıp, işke akılnen yanaşıp, lağu etmelimiz. Kollarını yaxşı yumağa, aramızdaki mesafege riayet etmege ve çok konuşmamağa devam etmek gerekmiz. Bu en mecburi şartlardan birileri. Norvegiya ve Avstriyada da karantin yasakları yavaştan alını. Avstriyada tükenları salı günü açılacak. Norvegiyada bala bakçaları aprelinin 20'sinde çalışıp başlayacak. Orta sınıflar ise da bir haftadan son kevilki yaşayışqa qaytacak. Bulgaristan'da şahit bazarları açılıp başladı. Çexiyada da tükenler açıla. En esası mütehassıslarının aytqanlarına ko'ra bunu koronavirus vaziyeti ağır olgan memleketlerinin misali gibi olmasın. Çünkü çok yerde epidemiya tek osip başladı. Ya da en yüksek noktasına etmedi. Elmas Ablakimova, Naciye Исаева, Millet için. Эпидемиологик вазиет яхшы olsa, 500 bin Qırım sakinini Cumhuri şifahanelerge ratlanuvga yolajaqlar. Bu haqda ВКонтакте ичтимайғындaki o sayfasında Qırım yolbaşçısı haber attı. Sergey Aksyonov qayd etkenne ko'ra, Cumhuri budjet paralarına yolanmalar nefaqatçılarga, kelері az olgan qorantalarga ve ballarga berilecek. Böyle çareler kurort sahasına qol tutmağa imkan verecek dep qo'shdi. Qırım hakimiyeti iş adamlarına da qol tutuv usullarini işlep çıkardı. Орта век кичек бизнеске қол тұтуының бірінші невбете бақылajak чарелер сырасында мораторий көрсетілівідір. Ona көре банкларда hesap операциялар тоқтатыла ве 2024 сененің сонуна же вақытынша келер үшін екәне бергі мүддет девам етіріле. Система тешкіл еткен мойсеселер максималь шекілде межгуллекні сақласалар оларға имтиязлы кредитлер берілежек. Бұл ақта акимет топлашывында Россия Федерациясының премьер-везірі Михаил Мишустин хабар атты. Более кредитлер бойынша ставка базарға бақанда алчақ олajak ве 6% тешкіл етежек. Бұл алынған параларының ярысы федераль бюджеттен темен етілежек. Біз Qırım регионларының самоизоляция деварынде насыл яшағанлар ақында левқалар сырасыны девам етеміз. Бұл сефер yolumuz içki районына тұшты. Tafsilatlар Elmas Ablakimovanың левқасында. Бучки хасабасында меркези базарның себзеват павильоны. Эвелері бештақталар мақсулатнен толу еді, шынды есе бір қач ерде сатылық бар. Ама неде олса тазе мейва ве еміш сатын алмаға мүмкін. Бұ ерде есе күрпелер ве башқа бакалия сатыла, фиятлар орта қарарда. Есть все привозится, только народ нужен. Обычно стояли до 3, а теперь вот стоим до 11, до 12. Тижарет ярамай олсанна коронавирус тестіретті бұтын Русия кібі бұл регион самоизоляция бұлына. Ялыныз яшаған нефақаджаларға пек қиын олды. Организован штаб, куда все нуждающиеся могут позвонить и по вопросам обратиться. Либо пищевые продукты, либо необходимо что-то купить, привезти с аптеки. Аша етмаларының первасыз қалмаған иш адамлары кетерелер. Картошка, крупы, ячневая крупа, манка, рис, гречка, горох, кукуруза. То есть все самое необходимое, да? Да, макароны. Енді 130-дан зияде ариза бақылды ербір торпада стандарт шейлер, шекер, яқ, күрпелер вейлі ақыря. Адамларға оларны гонүлілер еткізейлер. Внести какую-то положительную лепту в жизнь людей, которые нуждаются в этом. И результатом этой работы является благодарность в глазах людей, которым мы несем те же пакеты с продуктами первой необходимости и с медикаментами. Энчок мураджат Вериджа районын мерkezinde келе гүнүлер узақ көйлерге де барып ерелер. Я очень рада и от всей души благодарна за все, что так вот заботится о нас, стариках, понимаете? Карантин деверінде мектеп талебелері ақында да түшінділер. Екінші санлы мектепте 500-ге яқын талебе тасилала құру пайоклар бірінші сыныфтан 11-де сыныфқа же оқуған талебелерге біріле. 360 рублей, например, это набор продуктов на 10 дней для обучающихся 1-4 классов. 530 рублей на 10 дней это для обучающихся 1-4 классов льготной категории. И 630 это для льготной категории старших классов 5-11. Мектеп талебелерінің ана бабалары аша айтмаларыны кейфиетіне енді қимет кестілер. Хорошие продукты?
Да, продукты достаточно хорошие. Хороший набор, такой полноценный, будем он и сладости есть. Бу сенді үшінші санлы мектеп мұнда тасил қырым татар тілінде беріле, бу оқып муэссесенде де пайкалар беріліп башланды. Сухой пайокын кірген емеклер бір мектеп өзі сайлады, не алacak. Енді сайлағанда неге бақтылар? Кім не істей, кім не балаға ала, кім не балаға нас келіші. Очень сухой пайокын ішіне кірген емеклер мектеплерде, епсін өзін мектебін, өзін емеклері бар. Бу ерде оқуғанлардан 250-ден зияде бала чоқ балалық қорантадан. Бумалар 10 күнге етмезді ана бабалар, ама епсі бір девлет ярдым еткені үшін тешекүр білділейлер. Макарон var, гречка var, şeker de var екен. Çok biz şeker sevmeyimiz, но баларға olur. Пырныч, қара күрпе, кабачки икрасы. Оғлым пек севе плов. Плов это жем, қысмет етсе. Ана бабалар мақсулат алған вақыт оларны балалар дерслерде отуралар шымды бу виртуаль дерслер. Алиме топчи алгебра ve геометрия ұжасы шымды дистанцион шекелде белгеу берем. Дерсін башында мен оларға вазифе берем. Дерсін соңына че олар вазифені беріп, япып, маға сон жіберелер. Мен оларын бақып, doğru yapқан, doğru yapмаған сон оларға айтып берем. Кой қожалық сасы да чалыша. Ички районы ось мақсуладлар топрағнен белі. Бұ тоқтақмаған еш оны үшін 46 бұйық муэссесе ата самоизоляция вақытында чалыша. Демир yol вокзалы ве автостанциясы қапалы. Автобуслар тек пек керек олған вақыт қайтнайжақ. Соқақларда маска киген адамлар сейрек расткелі. Эльмаса Блакимова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымда ішкі ішлер везірлігінің қадимлері наркотиклерінің бойық партиясыны чекап алдылар. Афион сатқанлар боле ештен Қырымның чешет регионларында ұғрашайдылер. Алуштада қанун бозужилар кираға квартира тұтып, оның ішінде ясақ етілген мадделеріні тұта веп пайлаштырайдылер. Газ прокойынде есе 36 яшлы адам наркотиклеріні прокатқа алынған машинада ташы ве сатайда. Полис қадимлері оны ве қалғанларыны тұттылар. Умумен чекап алынған наркотиклерінің ағырлығы 110 граммдан зияде. Жинайчылерге 20 елға жазатлықтан марум етілу жазасы тәнлене біле. 43 яшлы керіч сакинане қаршы жинай іш ачылды. О телукелі алкогольны қанунсыз шекілде сақлады ве сатты. Коньяк верақы деп 240 литр спирт сатты. Қанун бозу жыны тұттылар тақиқат девам етмекте. Туғаным қараман. Боле серлевалы рубрикамызда біз ұлы ватан женкіні башындан кечірген ветеранлар ве иштиракчыларының умыр yolu ақында тариф етежеміз. Дешетлі елар бір ватандашымыздың айлесінде ес қалдырды. Мемлекет де чоқ зарар көрді. Ғалебенің 75 елі ғарфесінде бұл рубриканы бірінші оларақ Сания Сарыхалилова ача. 90 яшлы Сания Сарыхалилова баллары ве торунларынен бирабер бол софра чевресінде топландылар. Бүгін о якынларынен бирабер өз ватанында яшай. Дешетлі женкі еллары ақында есе медаллері қатырлата. Енді Алла кімсеге бүкіндеріні көстермесін, сізлер бүкіндеріні көрмеңіз, бақытлы яшаңыз. Сания ханым Бақчисарай районының Күчік Өзенбаш көйінде доғды. Қорандада 5 бала, 3 қыз ве 2 оғлан тәрбиелене еді. Женг башланған вақыт о 15 яшлы қыз еді. Ве о заман енді колхозда чалышайды. Табака совхоз еді. Түшін сасылайды. Түшінні сасылған соң оны асырап, тай дейміз, түк дейлер русчасына, тайлар етіп, армияларға отправка олайды. Армияға kimi çorap olup ibere, kimi tüşün ibere, kimi bezor kavkaçıklar olup ibere. Бу дешетлі вақыт яш қыз немселердің қолына әсерлікке тұшты. Амма жесірлі Сания ханым қачып олды. Немселер ақиярына пекіткен еді вақытта. Анда бізге акоп қаздырдылар. Біздер дақ тарапынан қачып, келіп қойға сақландық. Оларға çok yardım etmedik. Ләкин туған койы оны яны қиын сынавлардан құртарып оламады. Партизанларнен ишбірлік еткенлері үшін немселер Бақчисарай районында ерлешкен көйлеріні яқы башладылар. Юзлерже инсан осевлерінде тыры янып өлді. Лака койы грек койы еді. Ләкин бек хави партизанларнен связы еді. 18 дәне яш егітіне бірепче қапатып, бензин төкіп тіреле яқтылар. Бүтін кой маңырады. Тыры қалғанлар чоқ дегіледі. Партизанлар сыраларында Санияның бабасы, әмжесі ве ағалары бар еді. Оларға қараманлықлары үшін Совет бірлігінің қараманы унваны берілді. Осман Бекиров.
Бек güzel разведчик еді. Bütün партизан отрядын алып жүреді. Не үшін десеңіз, bütün көйнің соқақларын, қайда ташылардың түбіне қобалар бар еді, оларны епсін білейді. Немселер аблауға шыққанда, оларны алып барып анда сақлай еді. Ойлайтып құтқарды. Сәне ханым эпосы қиынлықларны жесүрлікнен енді. Шымды оқызлары вет орынлары арасында. Оларның қайғыруы весевгілеріне қуанып яша юрегінде аледа дешетлі женкін қатырасыны сақлай. Бүгін бұл қатыра яшлық дәвірінде есе қорқу вет девамлы бақтлы яшайыш үшін көрешеді. Султанес Такаева, Руслан Минаев, Миллет үшін. Милет телеканалында виртуаль бала бақчасы çalışы башлай. Бұл мектепке бармаған кенжелер үшін видео дерслер. Тасили Хасов Февзи Якубов адына Қырым Үндеслік педагогика университетінен бәраберлікте çalıştырылды. Очень много звонков родителей на кафедру дошкольного образования Крымского инженерно-педагогического университета. Что делать? Дайте нам, покажите, расскажите, дайте нам своих волонтеров. Что делать с детьми, которые сидят дома? Совершенно замечательно, что теперь родился вот такой телепроект «Виртуальный детский сад» Крымского инженерно-педагогического университета и телеканала «Милет». Алып барычылар Қырым Үндеслік педагогика университетінің студентлері олар кічік серджелерге ве оларының якынларына мерақлы малыматны тақзим етелер. Мисал оларақ насыл етіп пармақлар моторикасына яда хаялны инкишаф етірмеге мүмкін. Здесь разные упражнения. То есть, например, с ребенком, которому от 1 года до 3 лет, мы можем использовать вот такие вот дидактические подушечки. У нас здесь все снимается, одевается обратно. С их помощью мы можем также изучать цвет. С детьми, например, 4 лет мы можем посчитать пуговки, разделить их там по цветам. То есть здесь у нас упражнения, которые направлены на то, чтобы ребенок работал своими руками, которые направлены, да, на развитие той самой мелкой моторики. Инглизетлі құқылы ең татлы Қырым жиляғы Русияның бұйық шерлеріне экспортқа йоланылacak. Бақчысырай районын Заланкөйінде еміш жиылығы башланды. Бұл ішлерде 150 адам іштірак етті. Оларға мұхбирмыз Эльмас Аблакимова да қошылды. Лезетлі сулы век қып-қырмызы емішні Заланкой теплицаларында жайылып башладылар. Оны мұқайтлықнен үзелер век құтыларға топлайлар. Бұл ерде 150 адам çalışа. Эльзара Абдукадырова тежірибелі ішчі желек жиылывында 8 елдан берлі çalışа. Оның рекорды бір күнде 150 килодан зияде олды. Ягоду нужно срывать за плодоножку, чтобы она была с плодоножкой, иначе ягода потечет. И укладываем ее аккуратно в пинетку. Ягода должна быть идеально красная, без пятен, без всяких изъянов. Бусене берекет яхшы олды. Сефер желекні маска киіп жиялар. Ама бұл ал ішке ичде кедер етмейде çalışқанлар. Чтобы клубнику собрать, его надо около часа времени уходит. На один ряд? Да. Бұл желек қожалығы Русияде ең бұйықлерінден бірідір. Енді 10 елдан берлі 11 гектар ерде екәне желек сорты сачыла. Бұл клери чешатыдыр. Итальян дүлбері Қырым күнешіні бегене яқшы піші. Оны яғмур ве сіпілі суларнен суаралар. Желек көлчісіне көре пайлаштырыла ве бұздолапқа йоланыла. Онда обыр авта тура білі, ама бұл серек олған шей. Еміш топнен сатыла. В этом году мы открываем прямые продажи с поля. Поэтому любой крымчанин может приехать непосредственно к нам в Холмовку. Как обычно, на протяжении всех этих лет мы отправляем в различные регионы России. Қырым желегіні Санкт-Петербург, Москва ве дегер бұйық жерлерінде севейлер. Экологик жеттен темі зарарлы химикатлары олмаған еміш Русия базарларында енді чоқтан сатылу бойынша лидер олды. Эльмас Аблакимова, Эрвин Миралиев, Миллет үшін. Шындығы да қаға бұл эпсі қаберлер келечекенімізні 21 бұчықта қачырманыз қайырлы күнлер.